Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін осындай оңай дайындалатын әрі өте дәмді болып шығатын ПП жульеннің рецебімен бөліскім келіп тұр. Әдеттегідей барлық керек ингредиенттің барлығын описанияда қалдырамын. Ең алдымен тауықтың етін ұзынша қылып жұқалап турап аламыз. 1 штук пиязды ұсақтап тураймыз. Одан кейін саңырауқұлақтарды қатты үлкен емес, біраз ұсақтау қылып турап аламыз. Барлық ингредиенттерді турап болғаннан кейін сковородканы орташа отта қыздырамыз. Ең алдымен пиязды салып, араластырып, біраз кішкене қызарғанша қуырып аламыз. Қуырылған пияздың үстіне енді тауықтың етін салып, араластырамыз. Біраз кішкене қызарғанша қуырып, бетін жауып, 5-10 минуттай бұқтырып қоямыз. Енді үстіне саңырауқұлақтарды саламыз. Дәміне қарай тұз және бұрыш қосып, барлығын араластырып, бетін жауып, тағы да 5-10 минуттай бұқтыратын боламыз. Саңырауқұлақтың көп бөлігі судан тұрғандықтан, ол бұқтырылған кезде біраз су бөлініп, тамағыңыз ешқандай сковородкаға жабыспайтын болады. Біраз бұқтырылып суы азайғаннан кейін осындай майлығы аз 2% грек йогуртын қосамыз. Менде бұл бітіп қалды, сол үшін 10% қаймақты қолдандым. Және осындай 10% сливкиден бір 30-40 мл-дей құйып жібердім. Енді сковородканың крышкасын жаппай, осылай 5-10 минуттай бұқтырып алдым. Плитаның астын өшіріп, тамағымызды духовкаға салатын формаға ауыстырып аламыз. Сырды теркадан өткізіп, осылай жульеннің бетіне барлығын салып шығамыз. Духовканы алдын ала қыздырып, 180 градуста 10 минутқа қойып қоямыз. Біздің ПП жульеніміз дайын болды. Енді бетін көкшөппен әрлесеңіз болады. Ас болсын, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Егер видео рецепт ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Каналымнан оңай әрі қолжетімді түрлі ПП рецептерді таба аласыздар.